прекрасным в Арстанке. Бұл казино. Мұнда азартпен арам ақша. Ұтасың, немесе ұтыласың. Екі ақ жол, бірі ақ, бірі қара. Зеро шпиль. Казиноға рискқа бара алмайтын, өзіне сенімсіз, осал адамдар келмейді. Каре, толығырақ кейін айта жатармын. Әзірге бәрі керемет. Тегін тағам, тегін шарап. Осының барлығы ойыншылар үшін жасалған жағдай. Осы кереметті көру үшін мен де осында келдім. Тоник, ал жігіттер. Бұлар менің достарым. Алғаш мені казиноға ертіп келіп, осы ойынды үйреткен Ертай. Ал асыл үнемі біздің қасымызда жүреді. Әйтеуір менің ақшама ойнауға құмар. Это же Бағлан из группы жігіттер. Нелер ауыстырайықшы? Или қалап өтін ба? Қалайсың, давай. Перші бүгін перетігін. Давай жігіттер ғой. Бүгін татым күн. Молодец. Ал тартып едіңдер. Как дела, парни? Бағлан, как всегда, удача. Қалай? Аман есен. Красавчик. Рахмет, рахмет. Отсыпь мне на удачу, а? Жете ма? Конечно. Жақсы қолың жүрсін. Кеттік жігіттер. Асыл дәрет қалай кетіп қалған. 20 жылда күн бұралды. Бағана бір айтып жатырмын. Ертай үшін көріп отырмыз деп. Рас айтым. Все. Хамдар мен мырзалар, қожым, бәкеңе тілек. Бәкең сияқты адам көрген жоқпын, өз басым, бәке шын айтам, көрген жоқпын. Өзің ойлашы, бір нөмірге қойып, полный көтеріп алу деген, анау-мынаудың қолынан келе бермейді ол, бәке. Отвечаю, мынаның тап-таза ерлік. Ерлік дейді ғой. Жоқ, брат, қайдағы ерлік? Өзінше болып қалар дедім, қайдағы ерлік деп. Айтсашы, асыл. В натуре, братан. Мен сен сияқты ойнай алатын болсам бар ғой. Вообще жұмыс істемейтін едім. Аптасына 2 рет казиноға барасың, ақша табасың, кайфовать етесің. Кайфовать етіп жүресің. Енді, мысалға сен қабылдамай отқан шығарсың біздің сөзімізді. Бірақ ұтпай қалсаң не болатын еді, например? Ұтсаң да, ұтылсаң да жер көтереді. Бас ақша ғой. Ақшамен шығып кетесің любой жерден. Қалай сөйледі, красавчик, а? Өлтіріп жібереді ғой. Жеңілсең жер көтереді, жеңілмесең ары кошелек дейсің ғой. Бәке, красавчик, бәкең үшін баққанса! Ал жігіттер, менен бір тілек болсын. Басымыз аман болсын. Ақшамыз көп болсын. Достығымызға көз тимесін. Ауызбіршілігіміз мықты болсын. Аман жүрейік. Достық шынап қойық. Бұл қуанышым ұзаққа созылмады. Бара-бара ұтыла бастадым. Қарызға кірдім. Ұтылғандарымды қайтарамын деп, тапқан ақшамды ойынға сала бердім. Жақшықтер. Не Бағлан? 3 күннен кейін концерт. Ұмыт күтпе. Бүгін-ақ кешіктің? Әбден күттік қой сен. Сен қалай шақырдан шығады ол? Жағдайлар болып қалды үйде. Не жағдай ол? Ерғалиға гонорар ертерек бере бересіз ба? Керек болып тұр. Ертерек берген емес. Шотқа түседі. Бәрің бірдей аласыңдар. Айттым ғой, үйде бір шаруалар болып жатыр деп. Оның үстіне бір қарыздарым бар еді, қайта-қайта звондап сұрап жатыр. Не шаруа ол? Не қарыз? Енді үй болғаннан кейін болады да шаруалар, оның бәрін сізге айта беру шарт емес қой. Білем шарт емес екен. Бағлан, мен сенің соңғы кезде қарызды жиі алып жүрген естідім ғой. Ой, қарыз алсам бәрін уақытында қайтарып жүрмін. Береке өтініш. Маған ақша керек болып тұр. Беріңізші. Жарайды. Бағлан, мен саған ағың ретінде айтам. Ұнамайды ма тірлігің? Дұрыс емес.
бір жұмадан кейін түсірілім болады. Ұмытып кетпеші. Болды. Рахмет Ереге. Үлкен рахмет. Қалай, материал дайын болды ма? Көрсетші мына. Қалайсыңдар? Жақсы. 5 минутқа келдім. Кем ауыстырып алайыншы? Берші, не бар дейдің? Асықспын де. Бағлан, жаңа ғана келдің ғой концерттен. Қайда барасың? Жұмыстарым бар. Біреумен кездесуім керек еді. Қызым қайда? Ұйықтап отыр ма? Иә, ұйықтап жатыр. Қызың музыкалық мектепке өтті. Негізі өзі айтқысы келген саған. Күтті сені, ұйықтамай. Ал сен болсаң? Не ал сен болсаң? Мен ойнап жүрмін ба? Айттық қой жұмысым бар деп. Мама звондаған. Соғам депсің. Бармапсың. Сенікі не деген бітпейтін жұмыс? Неменеге басымды қатырып отырсың? Айттық қой жұмысым бар деп. Этот стол убрать, этого гостя обслужить. Приступайте. Здравствуйте, Баглан Мырза. Проходите. Саламатсың. Баглан Мырза, я надеюсь, вы не забыли про свой долг? Жоқ, ұмытқан жоқ. Ақшама Да, бар. хорошо, но пока вы не закроете свой кредит, к сожалению, играть не сможете за счет казино. И мы разыгрываем машину. Здравствуйте. О, қалайсың, Мырзан? Қалайсың? Че там, қалай отыр? Бітті. Шпильге жатып алдық. Септен бер. Через 100 долларов. Не бар ма? 25-тен берші. Через 200 долларов. Қазір болады. Шпиль дейсің ба? Жас. 26 черный, последний номер, делайте ставку. Так, 24. Тройка тир. Тройка тире по 5, 24 сосед. 24 соседи. По Қойған 20. дұрыстап, сосед. По 20 ставок, больше нет, спасибо. 26 черный. Не сыграли ставки? Снайпер, братан, өлтірші өлтірші. 26 черный, последний номер, делайте. 16 номер. Тройка тир, сдачу на 33 номер. 33 номер, сдача. Анам құдыстап қойса ше. Тройки тире по 5. Айтпақшы, асыл қайдан жүр? Ставок больше нет. Асыл жоқ болса не қолым жүрмей қалады ма? Ақша сұрап мазаңды алады, не қыласың? 26 черный. Ой, қайта шпильге лақтырып. Не сыграли ставки? Позвольте заметить, молодые люди, ну кто так играет? За 2 раза все просадил. Ақыл айтып отыр ма мынау бізге? Че ты, насучишь, что ли? Нет, просто так не играют. Ну, слишком самонадеянно. А как играет? Я просто хотел посоветовать. Больно смотреть, как парнишка деньги просаживает. Советник не такой. Хочешь, ертай. Что тебе, шатан не даешь, что ли? Как вы что позволяете себе? Қойшы, не жүріп тұрмын кезде. Ладно, жүрші, братан. Нең бар ма? Яқты қойшы, жүрші, братан. Ақша табу керек енді. Табамыз. Соттың қойшы, тез. Нормально, бәке, вообще не думаю. О, ё-моё. Фарт болмады? Болмады. Барлығын құртты, ё-моё. А так нормально болады енді. Ничего. Не істейміз, а? Кредитке ойнатпайды. Құйтақта. Ақша қайдан аламыз? Табасың ғой, братан сен. Қалайсың бәке? Қойш. Қалай жатайын?
Қалайсың, қайда жүрсің? Короче, бір тема бар. Бауырым, бір алып келші. Таныс қызбен жолығып келе жатырмын. Ол дилерға оқыған, бірақ қазір жұмыс істемейді. Оның дос баласы Vision Gold'да постоянно рулетка ашады. 35 черные было ваши ставки. Вот рулеткада сонымен можем замутить. Тихо, ей. Түсінбедім. Жай. Қалай түсінбейсің? Дилер дабл или зонаға лақтырады. Біз просто ойнаймыз. Рахмет ана қыз арқылы беріп жібереміз. Қалған бөліп аламыз. Братан, четкий регион. Сен ставка тігесің, біз сосед қоямыз. Сен снайперген бүкіл қапшаға берген. Ойындамашы деймін. Ұсталып қалсақшы. Таныс қыз. Нормально, қорқпашы. Казиноны төңкереміз дейсіңдер. Конечно, братан. Просто бұл ақшадан өмір. Вот крем ойнаймыз. Ақша дейсіңдер ма? Tamam. Так, конца, братан. Бір-екі. Сол қаптал. Тағы бір-екі. Бақтиярос боксты алдауға болады ма? Бағлан. Жоқ, бокста спорт алдауға болмайды. Боксты қалай алдайсың? Айланды асырмасаң, алдай алмайсың бұл жақта. Енді бұл да азарттың бір түрі ғой дегенім ғой. Ойын ғой. Бұл спорт, бұл бокс. Бұл жерде кім мықты сол ғана жеңіске жетеді. Бұл шаршалан. Бұл азарт емес. Кім біледі? Подставный жекпе-жектің қанша өтіп отыр. Еркектер әйелдерді алдайды. Бірін-бірін алдап отқан адамдар. Даже үкімет елді алдайды. Бұған не дейсің? Иә, келсем. Шын өмірде солай шығар. Бірақ спортта, бокста кім мықты, кім айласын асырады, кім жақсы айналған, солған жеңіске жетеді. Сені біреу алдаса да, сен біреуді алдама. Ең бастысы, сөзді сен ешкім алдамайды. Қой, жүр, дайындығымыз жасайық. Алдын қол. Арт қол. Бір-екі. Сол қапталдан, оң қапталдан. Қайта беріңіз, Бағлан. Маған 3-4 күнге ақша керек еді кредитке. Срочно. Қанша? Әкеңіз. Бұл соманы кепілдіксіз бере алмаймын мен. Біздің Ерғали ағаны танисыз ғой, продюсерді. Танимын. Сол маған 2-3 күн бұрын Porsche Cayenne сыйлаған. Сол машинаны залогқа қойсам болады. Қазір мініп жүрген жоқпын, бірақ әкеп беремін 3-4 күннен кейін. Бағлан, бәрін түсінем, бірақ техпаспортты алып келу керек еді. Көлікті де көруім керек мен. Не істейсің оны? Жап-жақсы машина. Техпаспортты да әкеп беремін. Маған срочно керек болып тұр. 3-4 күн максимум. Жарайды. Бірақ техпаспортпен көліктің суретін маған жібересіз, жарай ма? Жіберем. Ерғали ағаға сәлем айтыңыз. Болды, айтам. Жарайды онда, жүріңіз. Короче, қиын ештеңесі жоқ. Рулетке шығады, мен оған сигнал берем. Қатты айналдырса, даблға, либо зонаға. Көршілеріне, соседтеріне тастайды. Бот қойып отырамыз кезек-кезек. Мұны деген тема ғой, братан. Дабылға лақтырып отырасың, и все. Жоқ ой, айтып тұр ғой. Соседдің номерлерге деп. Ол бәріміз жабыл бол, дабыл қоятын болсақ, күдіктенеді ғой. Конкретно бір жерде мнение болу керек. И бір номерде четко соны ұстауымыз керек, и все болды. А что, нормально? Тәуекелге бел боламыз, и все. Ревем. Содан кейін асыл. Стол болсын, ақша сұрады қойшы дейсің. Қол уже. Я согласен, короче. Шынымды айтсам, бұл ластыққа араласқым келген жоқ. Былыққа батып, басымен жауап беретінімді білдім. Басқа амал жоқ. Ал артқа шегінуге кеш. Не істейміз жігіттер? Кеттік па? Кеттік. Кестік. Делаем ваши ставки. $26 черных было ваши ставки. 33. 33. Зеро шпиль. Зеро шпиль. Кир. 8. 8. 28. 28. 15. 15.
Последние ваши ставки. Нестесің, братан. Оны сонсаңшы. Қоя тұршы, өзім мнением бар. Папа, 33 черных. базар жоқ. Поздравляю. Красавчик боласың. На чай. Не істеп братан? Кого-то істеп отқан сияқтысың. Не болса? Короче, өздерің ойнай беріңдер, мен паспын. Қайда қуасың ба? Балам басын істемесің, не істеп тұрсың, братан? Осының бәрі сен үшін ұйымдастырылды ғой? Как будто лақтырып кетейін тұрсың ғой бізді. Кім? Мен ба? Иә, сен. Жоқ әлде бір жерің шыдамай тұрмын. Ертай, кішкене тілің тартып сөйле. Айттым ғой сендер өздерің ойнай беріңдер деп. Жалынбай қойдым саған. Покер ашып берші. Дальше. Покер ойнап отыр ғой, 33 черных было ваши ставки. Ченжделер. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Покер тарачыңыз. Это же Бахлан из группы Жигитер. Да, отстань-то от него, пошли, а? Бағлан, сізге комбинацияңыз үшін 30 лотерея шектеледі. Біз сізді құттықтаймыз. Рахмет, білем. Че там, братан? Біз ана жақта нормально отырмыз. Кеш-аут жасап бересіз. Қалай? Қолдарың жүріп жатыр ма? Көтеріңдер ма? Нормально, пока не палимся, туда-сюда гоняй. Ертай қалай? Ана жақта ойнап отыр. Дұрыс. Жарайды. Таң атты. Сен кеш-аут қайттың ба не? Ертең концертім бар. Блин, еще записьтерім бар. Жүрейін. Қалсайшы қол жүріп отыр. Жалғастыра бер. Қолың жүрсін. Здравствуйте, Бахлан Мырза. Саламатсыз ба? Проходите, пожалуйста. Вы к нам поиграть. Жоқ. Қарызды қайтаруға келдім. Отлично, пройдемте к кассе. Мен бармай-ақ қойыншы. Сізге бере салайын. Асық сені. Хорошо? Хорошо. Бұл қарыз емес қой. Все, теперь мы в расчете. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Міне, максимум 3 күн дедім, әкеп бердім. Ал сіз болсаңыз уайымдап кеттіңіз. Жарайсыз. Дұрыс. Сөзіңізде тұрдыңыз. Рахмет сізге. Жақсы, сізге де рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз, оқасы жоқ. О, папа келді. Қалайсың? Күшті ойнап жатсың ғой. Кел отыр. Өзің қалайсың, Бағлан? Өзім жақсы. Мәссаған. Мынау қайдан келген ақша? Табыс қой. Ақша сендердікі. Керегіңе жарат. Онда мебель жаңартамыз ба? Әлде Дубайға барып демаламыз ба? А? Мебель аласың ба, жоқ Дубайға барамыз ба? Оны көре жатармыз. Мен студияға баруым керек записке. Келгеннен кейін қыдырамыз, Жарай ма? Мен заттарымды дайындап қоя салшы. Жарайды, тамақ ішесің ба? Жоқ, рахмет, асықпын. Ура, біз қыдырамыз, Эмиратқа барамыз. Барамыз. Болды, рахмет.
сен қайтасың есің дұрыс па басталып кетті ғой съемка. Бұл. Үлгеріп қойдың. Ал негізінде бәрі басқаша болған. Здравствуйте, Баглан Мырза. Сәлем, сәлем. Добро пожаловать. Вы к нам на игру? Қалған 2000-ді алып кетуге келдім. Извините, не поняла вас, что? Я ойнауға келдім. Отлично. На, разменяй. Ставки, пожалуйста. Последние ставки. Закрыть ставки, спасибо. 17 черные. Новые ставки. Ерғали аға, сәлеметсіз бе? Сәлем, Мария. Сен бе? Иә. Бағлан жайлы хабарласып тұр едім. Айта бер. 12 красный, последний номер ставки. Брат, ана столға емес пе өтініш? Закрыть ставки, спасибо. 35 черные. Бізден ақша алып еді ғой. Кепілдікке сіздің көлігіңізді қойды. Porsche Cayenne. Ағам сыйлады деді, я. Қалай сыйламадым? Сонда бізді алдағаны ма? 17 черные. 17-тен басқа сан жоқ па? Последний номер, 17 черные ставки. Или әдейі істеп жатсыңдар ма мынаны? Мен қатты айланып дырылдадым. Официант, Закрыть ставки. 35 черные. арақ берші. Ставки, пожалуйста. Айналдырайын, неғып тұрсың енді? Ақшам бәрін алып. Білмеймін мен. Не істеймін? Оны өзім таппай отырмын. Қайдан табам? Қайда жүргенін білмейсің? Жоқ, айтқан жоқ маған. Қайтем енді? Енді бір шешім болар енді. Кешке өзім кіріп шығам саған, жарай ма? Жақсы. Жарайды, жақсы аға. Ереке, бастаймыз. Бағлан келді ма? Мен келіп қалатын шығар қазір. Уақыт, Ереке, уақыт. Отмена жасай алмаймын, сіз білесіз ғой, бізде контракт. Шуым болады ертең. Бағлансыз бастай берейік. Кесе де үлгермейді. Бастай беріңдерші, барт болды. Закрыть ставки, спасибо. 24 черные. 26 по 40. Новая ставка. 4 по 50, сдача 26. Закрыть ставки. 15 черных. Менеджер шақыршы. Чек, плиз. 33 в номер. 4 по 50, сдача 26. Я вас слушаю. Кредит беріңдерші. Баглан Мырза, я же вас предупреждала, что в кредит вы играть не сможете. Бір аптаның ішінде қайтарып берем. Я все понимаю, но извините, никак. Жарайды. Айналдыршы. Ставки. Закрыть. 7 красных. Делаем ваши ставки. Давай еще, открывай. О, вот это игра, вот, а! Сегодня мой день. Поздравляю. Ну что, брат, за игру? Давай. Дача. Мара, қалайсың, брат? Все хорошо? Прет и прет. А что? Шот алып берші. Какой еще шоу? Да шоу бы ты, а? Не мешай. Не слушай его, раздавай. Неме грубить етіп тұрсың, берші. Ты что, набухался, что ли? Баглан Мырза, пожалуйста, пройдемте на выход. Охрана, проводите. Уберите его. Проводите. Не болды саған, мәке? Мә,
все испортив, дал. Спокойно. Сендер мен сүйрейтін болғансыңдар ма не? Тартшы деймін қолыңды. Жібердім, духың көп па не? Это же Бағлан. Алло, Асыл. Ау, братан. Қайдасың? Қалада? Не вот тыныштық па? Қай жерде? Неде Сатпаева Мира Зияфет. Таксимен келем, қазір күтші. Күтіп аш, мақұл ма? Давай. Колян, может? Вот и Бағлан приехал. Қалайсың, братан? Кел, отыр, төрлет. Че там, не ищесің? Официант, кеш бауырым. Таныс қой міне. Аида, Гуля. Сәлеметсіз бе? Жоқ, рахмет. Сәлеметсіз бе? Танысқаныма қуаныштымын. Жалғызбын деп едің оңайсыз болды ғой. Қойшы, братан, нормально ғой. Кеше не істедің? Қадалдың ба? Ана покердан нормально шыққан сияқты едің ғой? 0 болды. Жаман түстім. Мен кеше кішкене көтерген, берейін ба ақша? Менде бар, братан. Ана рулетканы айналдырып отыра беру керек еді. Ертаймен не үшін ерегістің? Айтпашы ол. Кетсін шығар. Мен бір, бағанаған бір сыртта күтіп тұр. Анау жете ма? Қыздармен танысып отыр. Бірінсе алсайшы, братан. Рахмет. Мен де шоу-бизнестемін. Ивент агентствосында жұмыс істегенмін. Қазір басқа салада жүрміз. Түсінікті. Жарайды, қыздар, ренжімеңдер. Өздерің отыра беріңдер, Отырмадың ба кішкене? Жақсы. Жарайды, жақсы, братан, хабардамыз. Что-то он какой-то слишком необщительный. Зазнался, что ли? Зазнался емес. Просто семейный ғой. Сендер не кішкене настроениесі болмаса, зазнался, зазвездился. Жақсы жігіт ол. Просто настроениесі жоқ. Біз сияқты дейсің ме оны? Бағлан, маған шыныңды айтшы. Не болып кетті өзі? Ештеңе болған жоқ. Жақсы бәрі. Сен бұрында мұндай болмайтынсың. Қазір қатты өзгергенсің. Жұмыс өзгертеді ғой. Той, концерт, кездесулер. Бармасаң тағы болмайды. Мен саған ол жайында айтып тұрған жоқпын. Құдай үшін жарайды. Үйге келмеген кездерің болды. Жарайды. Ер азаматсың, өнер адамсың. Мен бәрін түсінем, Бағлан. Мен басқа нәрсе айтайын дегем. Ақша ма? Болады бәрі. Уайымдамаш. Бағлан, мәселе ақшада емес қой. Сен алдыңа мақсат қоятынсың. Соған жетуге ұмтылатынсың. Ал қазір жиі ішесің. Ешкіммен араласпайсың. Ерғали аға да сені іздеп жүр ғой. Өтінем айтшы. Сені не мазалап жүр? Мүмкін бірге шешерміз. Жақсы бәрі. Қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар. Кеш жарық қадірменді меймандар. Баршаларыңызды монета ойын сауық кешенінде көргенімізге қуаныштымыз. Қош келдіңіздер! Итак, наконец, настал тот самый долгожданный момент. И у нас осталось ровно 2 финалиста. Это гость под номером ID 4512, господин Роберт. И гость под номером ID 5816, это господин Бағлан. Итак, правила очень просты. Под этими цифрами скрывается та самая машина. Ваша задача — отгадать. У нас первый начинает господин Роберт. Ваша цифра? Цифра 2. Цифра 2. Откройте нам, пожалуйста, цифру 2. Ай-яй-яй-яй-яй. Не повезло. К сожалению, не повезло. Еще не вечер. Итак, господин Бағлан, ваша цифра? 10. Десятка.
Откройте нам, пожалуйста, десятку. Нет, нет, не повезло. Возвращаемся к вам. Господин Роберт, ваша цифра. 13. Цифра 13. Вы уверены? Счастливое число. Счастливое число, но не сегодня, к сожалению. Бағлан Мырза, сіздің кезегіңіз. В зале тишина. Думаем. Бағлан Мырза, сіздің саныңыз. Откройте 8. 8. Восьмерка. Открываем восьмерку. Цифра 8. Автомобиль! И он выигрывает автомобиль! Это снайпер, Бағлан! Салам алейкум, земляк, базаралет, я в тебе вообще не сомневался. Талантливый человек, талантливый во всем. Братан, законный казино, сами знаете. Поймал курс, делиться надо, что там? Қол жүрсін. Қалай? Красавчик. Тема болды. Короче, былай істейміз. Налей что-нибудь. Сок налей. Машина емес, ақшасын аламыз да. Бір айналдырып жіберейік, братан, қол жүріп тұр. Жоқ, брат, болмайды. Екі машинамен шығамыз. Жоқ, брат. Басқа жоспарларым бар. Ладно, наливай. О, үйде қонақтар бар екен, қайтпайсың ба? Саған күні түні хабарласу мүмкін емес қой. Мен қонақ емеспін. Отыр, әңгіме бар. Бағлан, саған не көрініп жүр, а? Шыныңды айтшы. Тағы басталды ма? Ештеңе көрініп жүрген жоқ, нормальный бәрі аға. Не нормальный? Сен не бізді ақымақ санап жүрсің бе не? Записқа келмейсің. Телефоның сөндірулі. Қосылса көтермейсің оны. А? Жұмыстан шалмай қалдым. Қандай жұмыс, Запись сенің жұмысың, сахна сенің жұмысың. Әде сен жұмысын біреуден қарыз алып қайтармау ма? Мені неге оған кірістіресің? Ерғали аға, мүмкін шынымен деп бір жағдайлар болып қалған шығар? Жағдай? Айтайын мен саған мұның жағдайын. Мынау казино ойнап жүр мынау. Барын салып жүр соған. Рас па, Бағлан? Қалай білмейсің? Бүкіл қала білет бұны. Бүкіл Қазақстан білет бұны. Қарыз алмаған адам жоқ бұда. Бағлан, арты не болады, білесің бе? Түрмеден бірақ шығасың ғой сен, Бос әңгіме ол. Оны кім айтып жүрін? Ешқандай казино ойнап жүрген жоқпын. Адам сияқты жұмыс істеп жүрмін. Қандай жұмыс? Міне тағы өтірік айтады. Ешқандай да өтірік емес. Енді мен өмір бойы сахнада жүрмеймін ғой, дұрыс па? Кәдімгі жұмыс. Не жұмыс? Айтшы. Сыртқа шығайық, нәтижесін көрсетейін. Жүр. Жүр, Роза. Жүр, көрейік. Міне, табысымның бір бөлігі саған шын жүрегімнен осы көлік сыйлағым келіп тұр. Маған ба? Иә, саған. Бағлан шын айтып тұрсың ба? Әрине. Отыр. Мәссаған! Қалай екен? Жақсы. Қарыздарын қайтесің? Қарыздарың бар ғой. Шешіледі ғой қарыздар. Бірден көлік сыйлайтындай қандай жұмыс ол? Енді әртүрлі шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Той, концерт дегендей. Қазір кешірім сұрайын. Алло. Бага, братан, қалайсың? Жақсы. Короче, менде ақша бар. Бүгін ойнайық 50 €. Қалай олай ете, нормально ма? Шара неше кісіге? Қайдағы шара, братан? Ойын туралы айтып отырмын, казино. Жарайды, он кездескенде сөйлесерміз. Все, братан, бүгін жарамыз. Айтпақшы. Че там? Аида мен Гүлемен байланыстасың ба? Байланыстамын, братан, ұнап қалды ма? Жоқ. Как айта берсей, братан? Аидаға ұсынысым бар еді. Все, Айда номер бар ғой, менде кесе казиноға. Жарайды.
Шпиль. 24 кир. Принято. 35-0 принято. 35 $300, она меня. 35-300 500 кир. 3 номер, 12, 3-12 принято. 0. 0 шпиль принято. Тема вот. Принято. Красавчик. Ставки сделаны, ставок больше нет. Ойнай бер, енді кәсіп келемін. Қайда? Кәсіп 1 секунд. Кетіп қалмай, қол жүріп жатыр. Ассалаумалейкум. Бола ма? Сыртыңыздан көріп қалып, амандасып кетейін деп келдім. Ана жол кішкене ыңғайсыз жағдай болып қалды. Қасындағы Ертай деген жігіт. Сәл қыз бала жігіт еді. Жасыңыз үлкен, қол көтеріп қойды сізге. Ренжімеңіз, біздікі дұрыс болмады. Не волнуйся, Баглан. Дело прошлое, я забыл уже. Қайдан жүрсіз, жұмыстарыңыз қалай? Кішкене шот алып берейін. Машқа қолыңыз жүрсін. Да какие у меня дела? Я так по крохам играю. А на штал мотал никогда в жизни не брал. Хотя сколько уже играю. А ты, я смотрю, уже замазанный, да? Да нет. Білесіз ғой игроктарды. Қол жүріп тұрса, 1-2 номерге қоясыз. Бүкілін бәрін қайтарып аласыз. Нет, Баглан. Не будет так. Поверь мне. Шел бы ты отсюда подальше. Я понимаю, ты, наверное, слышал уже, да, эти истории. У меня все было, я все проиграл. Но это правда так. Между нами говоря, Баглан, я тут здоровье оставил. Мужское. Домой нет темы возвращаться. Жена загуляла. Сын у меня есть. Ни хера меня не уважает. Да и что меня уважать? Я все, что было из него, вытащил. Недавно ему говорю, иди в футбол поиграй, сынок. Он говорит, не хочу, пап. Я по-отцовски пошел, кроссовки ему хотел помыть. А они у него на скрипках дышатся. На скрипках, блин. Я тут сижу. Рахим ұйықтаулынша. Енді жын не ма? Мен Асхат қой мынау. Асхат! Асхат! Асхат!